Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай қамыр жұмсақ болатын сочниктің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен біз бөлме температурасындағы сары майымды үстіне қантты қосып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Сосын үстіне бір жұмыртқаны салып, оны да миксермен жақсылап араластырамыз. Сосын мен ұнды електен өткізіп алдым алдын ала. Барлық ұнды бірден салып, қамыр жасаймыз. Жұмсақ қамыр болуы қажет. Үстіне міндетті түрде қопсытқышты саламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен сүзбені дайындадым. Сүзбеге жұмыртқа, қантты қосып, және қаймақты салып жақсылап араластырамыз. Және кішкене ұн қосамыз. Егер сіздердің сүзбелеріңіз сұйық болып тұратын болса, тағы да ұн қоссаңыздар болады. Ал енді қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп, кішкене әдемілеп дөңгелекше жасаймыз. Ал енді қамырларымызды жұқа емес, қатты қалың емес етіп жаямыз. Және ішіне салмасын салып, екі шетін ғана қатты басып, дайын болады. Видеода көрсетілгендей жасаңыздар достар. Ал енді үстіне жұмыртқамызды бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқаның сары уысын. Егер сіздердің ішіндегі сүзбелеріңіз көрініп тұратын болса, творогтың үстіне де жұмыртқаны жақсаңыздар болады. Ал енді дайын болған сочниктерімізді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне достар, біздің сочниктеріміз дайын болып шықты. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Қамырын мамықтай жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін достар. Дәмді шығатынына 100% кепілдік беремін. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.